Қазір қызыл балық дайындағалы жатырмын. Қызыл балық немесе семга. Құрғатамыз. Енді оливковый майдан құям. Сұйық майда болады. Майды тегістеп жағып аламыз. Кесечке жоқ болса, қолмен жаға беруге болады, ода тұрған ештеңке жоқ. Енді тұз себеміз. Екінші жағына да тұз сеуіп жатырмын. Енді қара бұрыш. Міне балығымызға жаңағы оливковый майын жағып, мен майлап алдым, тұздадым, бұрыш септім, лимонның соғын сығып, сөлін сығып, міне жақтым. Енді фольга қағазына ораймыз. Міне фольгаға орадым. Енді 200 градусқа 20 минутқа духовкаға қойып пісірем. Семганың бетін аштым. Енді бетін ашып, тағы да 5 минут тағы да духовкада пісіріп аламыз.